Қанекей балалар, мына ребусты шешіп көрейікші. 3 алманың қосындысы тең 30-ға. Қандай 3 бірдей санды қосқан кезде 30 болады? Дұрыс, 10. 10 қосу 10 тең болады 30. Демек біздің бір алмамыз тең екен 10-ға. Алма 10-ға тең болса, 10-ға қосамыз нешені 30 болу үшін? Дұрыс, 20-ны. 10-ға 20-ны қоссақ, тең 30 болады. Демек біздің алмұртымыз тең екен 20-ға. Енді екінші ребусты шешіп көрейік. Алма тең 3-ке дейді. Алма қосылған 1 тең жүзім. Алманы жаңа бізге айтты 3-ке тең деді. Демек 3-ке қосамыз 1-ді тең болады. Жүзіміміз 4-ке тең екен. Келесі есеп. Алмұрт қосылған 1 тең алма. Алма жаңа 3-ке тең еді. Қандай санға 1-ді қоссақ 3 болады? Дұрыс. 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Алмамыз біздің 3-ке тең, жүзіміміз біздің 4-ке тең, алмұртымыз 2-ге тең. Енді осы 3 санды қосайық. 3 қосылған 4 қосылған 2 тең болады 9-ға.